Күйеуде қадағалап сұрамаған соң жас келін өз дегенімен жүретін халге жетті. Бірте-бірте мінезі де өзгеріп сала берді. Кеш келсе кептелісті сылтаурататынды шығарды. Бір күні Сағындық аға келіні кешіккен соң сыртқа шығып көрді. Дала тас қараңғы. Анадайда көліктен жарығы байқалды. Шеттегі дүкенге кіріп темекісін алып шыққаны сол әлгі көліктен аяғын наздана басып келіні түсті. Сылқ-сылқ күліп қоштасқан ол аялдамаға қарай жүрді. Өз көзіне өзі сенбеген Сағындық аға дереу үйіне беттеді. Тез-тез басып кірген ол жүзі сұрланып келінін күтіп отыр. Немересін ұйықтатып Айнакүл апа да бөлмесінен шықты. Есікті ашқан келіні ата-енесін көріп тыжырынып қалды. Жақтырмаған сыңай танытып бөлмесіне кіріп бара жатыр еді, қайнатасы тоқтатты. Келін, айналайын. Бүгін тым кеш келдің, оның үстіне. Я, жолдың бәрі пробка ғой енді, деді. Неге жұмысшылар таситын көлікпен келмедің? Әлгі машинедегі кісі кім? Бастығым, көлік бұзылып, жұмысшыларды өзінің көлігімен тасыды. Бүгін енді бәріңізге отчет тапсырмайтын шығармын, деді ашуланып. Осы кезде Сағындық аға қатты ашуланып орнынан атып тұрды. Тапсырасың, осы үйде тұрасың ба? Демек бізге бәрін айтып отырасың, деді қылшылдап. Пысқырып та қарамаған келіні бөлмесіне кіріп кетті. Жұмысынан шаршап келген Санат жамалып жатқан болып оянып кетті. Сен не енді келгенсің бе? Бүгін бәрін келісіп алып мені тергеп жатсыңдар ма? Әдейі, саған не көрінді? Ештеңе жатып демалайықшы, деді Санат. Келіннің мына жүрісі ұнамаған Сағындық аға күдіктене бастады. Іштей тына алмады. Барып кемпіріне айтты. Ойбу, мұның не шалау? Келінді аңдып жүрсің бе? Бұзылса бұзылған шығар, мәшинесі, құрсын, ешкім естімесін, деген соң Сағындық аға да сабасына түсіп, үнсіз қалды. Бірақ күнде-күнде жеңіл көлікпен келуін қоймады. Соңында шыдай алмай кетті. Келін отырыңыз, әңгіме бар, айта беріңіз. Қандай әңгіме? Деді келіні кірпідей жиырылып. Келіні шырақ, мені жақсылап тыңда. Бір емес, екі емес, неге күнде-күнде бастығыңмен келесің? Мәшине бұзылды дедің, ал жарайды сендік. Жұмыстың көлігі болған соң дереу жөндеуі керек шығар. Басқа жұмысшыларды неге алмайды? Немене, бастығыңа ерекше адамсың ба? Не деп тұрсыз? Ұялмайсыз ба? Не айтып тұрғаныңызды білесіз бе өзі? Денім сау, басым жайында. Сол үшін не айтып айтқанымды өте жақсы білемін. Ал жауап бер, неге? Қапелінде бұлай жағамнан алады деп ойламаса керек, келіні өтірік шыңғырып, жанжалдасып, кінәсі жоқ адамның кейпіне түсіп, жылап қоя берді. Араға енесі түсті. Шалау, қойшы енді. Жазықсыз кінә тақпайықта, көзбен көрмеген соң. Нені көрмеген соң? Нені? Жастарыңыз 50-ден асты. Жапсас келінге бұлай жала жапқанша өлі қалмадыңыздар ма? Бір аяғыңыз көрде бола тұра маған кінә тағып деп ашуланды келіні. Мен көзбен көрген соң сұрап жатырмын. Неге күнде бастығыңа келеді? Деп басқа сұрақ қойдым ба? Жала жаптым ба? Мен тек не үшін дедім? Ал, мен өзің жауап бере алмай жанжал шығарып отырсың. Осы кезде өтірік ашуланып, бұл тақырыпты жаппақшы болды да дастархан үстінде тұрған шай ішетін кесені алды да қайнатасына қарай лақтырып кеп жіберді. Қақ маңдайға тиген кесе шытынап кетті де маңдайынан қан бұрқ ете қалды. Зәресі ұшқан кемпірі атып тұрып, бинт әкеліп, йод әкеліп сыр жүгіріп жүр. Өз үстіне ұялмаған келіні бөлмесіне бара жатыр еді. Атасы, көргенсіз, деді атасы көзі аларып. Кім көргенсіз? Маған жала жапқан сіз бе? Әлде өзін өзі қарғаған мен бе? Деді келіні. Болды, енді шыдай алмайды екем, деп бөлмесіне жүгіріп кетті. Артынан енесі барды. Келіні заттарын жинап жатыр екен. Қызым-ау, мұның не? Атаңнан кешірім сұрамайсың ба? Неге заттарыңды жинап жатырсың? Ләм-мим деп жауап қатпаған келіні тез-тез басып шығып кетті. Қайда кетті? Кіммен кетті? Келе ме, жоқ па? Бәрі белгісіз. Кешкісін күйеуі келген соң мән-жайға қанық болды да үнсіз қалды.